Сәлем менің каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге тары шайдың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл шайдың денсаулыққа пайдасы өте зор. Осы тарының құрамында амин қышқылдар, сосын пайдалы өсімдік майлары, көмірсулар мен түрлі дәрумендердің, минералдардың жиынтығы болады екен. Сол үшін де жаңа босанған келіншектерге осы тарыны қайнатып шайын береді, одан сөк көже береді. Тары дегеніміз шаштың, тістің, сүйектің, буындардың қатаюына көп көмегін тигізеді екен. Олай болса, осының пайдасын біле тұра біз арасында осылай тары шай жасап ішіп тұрғанымыз денсаулығымызға өте пайдалы. Тары шайды жасау үшін алдымен осылай кастрюлямызға суымызды қайнатып, үстіне сөгімізді жақсылап жуып салып, 10 минутқа қайнатып аламыз. Мен примерно 1,5 литрге 1 кесе сөк салдым, тары салдым. Одан соң қайнайым дегенше осылай заваркамызды салып, газға 1 қойып алдым. Заваркам мен шайым уже дайын болып тұрды. Міне осылайша тарымыз қайнап дайын болып қалды. 10 минуттан кейін астын өшіріп, уже шайымызды дайындаймыз. Алдымен сүтімізді құйып, одан үстіне жаңағы демдеген заваркамызды, заварочный чайнигімізден қызыл шайымызды құйып, оның үстіне уже тарымыз қайнаған суды және тарымыздан аздап салып, бірге шай дайындайтын боламыз. Шайымыздың түсін беру үшін тағы да үстіне қызыл шайдан қосып жібереміз. Бізде мінекей тары қосылған өте дәмді, пайдалы шайымыз дайын болды. Ас болсын міндетті түрде дайындап ішіңіздер. Және менің каналым ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және поделиться батырмасын басып, достарыңызға каналыммен бөліссеңіздер болады.